Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтедтің сапынан ресми түрде кетті. Зайнутдинов Бешикташтың сапында қандай мақсатқа жетуді қалайтынын айтты. Буффон әлемдегі ең үздік қақпашыны атады. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі видеода. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Ливерпуль клубы Баварияның жартылай қорғаушысы Райан Гравенбергке қызығушылық танытуда. Осы жөнінде Sky Sports Germany баспасы мәлімдеуде. Нидерландиялық футболшының Мюнхендік командадағы өткізген алғашқы дебюттік маусымы айтарлықтай сәтті бола қоймады. Өткен маусымда есептегенде ойыншы бар болғаны алаңда 937 минут уақытты ғана өткізген екен. Мерсисайдтық ұжым үшін жартылай қорғаныс позициясын күшейту қажеттілігі туындап отыр. Және олар Гравенбергтің трансферіне орай 20 миллион еуроны төлеуге дайын делінуде. Бұдан бөлек олар Манчестер Ситидің ағылшындық жартылай қорғаушысы Келвин Филлипске де қызығушылық танытуда. Шабуылшы Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтедтің сапынан ресми түрде кетті. Осы жайында Манкуниандық клубтың ресми сайтында жарияланды. Клуб басшылары ішкі тексерістер жүргізіп көріп, нәтижесінде футболшының кінәсіз екендігі анықталған. Дегенмен осыған қарамастан клуб ойыншымен 2025 жылдың жазына дейінгі жарамды болған келісім шартты бұзып тоқтату шешімін қабылдады. 2022 жылдың қаңтар айында шабуылшы өзінің сүйгеніне зорлық-зомбылық жасады делінген айыппен тергеліп, артынша барлық тағылған айыптар алынып тасталған еді. 21 жастағы Гринвуд Манчестер Юнайтед академиясының түлегі болып табылады. Жалпы клуб сапында 129 ойын өткізген Мейсон Гринвуд 35 голды соғып, және 12 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Аңыз қақпашы Джанлуиджи Буффон кімді ең үздік қақпашы деп есептейтінін айтты. Футбол тарихы бойынша ең үздік қақпашы испаниялық Икер Касильяс болып табылады. Ол клубта да және ұлттық құрамасы сапында да керемет жетістіктерге жетті. Мені тарихтағы үздік голкипер деп есептейтіндерге алғыс білдіремін, бірақ олай емес. Мен тым ұзақ өнер көрсеткендіктен солай көрінетін шығар. Меніңше Касильяс үздік. Мен футболдағының барлығын жеңе алмадым. Сондықтан да мені 3-ші немесе 4-ші орындарға орналастырсаңыздар болады. Ал 2-ші орынға Нойер жайғасады. Ол да клубтық деңгейде барлығын және әлем чемпионатын жеңіп алды. Бұл тек менің пікірім. Деген екен Джанлуиджи Буффон. Ал сіздер қай қақпашыны әлемдегі ең үздік деп есептейсіздер? Міндетті түрде комментке өз ойларыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. ПСЖ ұжымы әлі де Айнтрахт Франкфурт командасының шабуылшысы Рандаль Коло Муаниге қызығушылық танытуда. RMC спорт басылымының мәліметіне сүйенсек, париждіктер футболшының трансфері үшін 70 миллион еуролық ұсыныс жасаған. Алайда дегенмен неміс клубы бұл ұсыныстан бас тартқан. Олар өз ойыншыларын сатудың арқасында 90-100 миллион еуро көлемінде пайда көргілері келеді. Алдыңғы маусымда 46 матчтың қатысушысы болған франциялық шабуылшы 23 голды соғып, және 6 голдық пас жасап көзге түскен. Итальяндық жартылай қорғаушы Никола Дзаньоло Галатасарай сапынан Астон Виллаға ресми түрде ауысты. Ағылшындық клубтың баспасөз қызметінде мәлімденгенде олар ойыншыны 1 жылға жалға алды. 2024 жылдың жаз айында Астон Вилла ұжымы футболшыны толыққанды түрде 22,5 миллион еуроға сатып алу құқығына ие болады. 24 жастағы итальяндық футболшы түрік клубының сапында өткен ақпан айынан бері өнер көрсетті. Өткен маусымда 28 матчқа қатысқан Никола Дзаньоло 7 голды соғып, және 4 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. ПСЖ-ның президенті Нассер Аль-Хелайфи өткенде ғана команданың сапынан кеткен Неймарға алғысын жеткізді. Әрине клубтың аңызы болған футболшымен қош айтысу қиын. Мен ешқашанда оның ПСЖ-ға келген күнін және 6 жыл ішіндегі оның клубпен біздің жобамызға әкелген пайдаларын ұмытпаспын. Біз керемет кезеңдерді бірге бастан өткіздік және ол әрдайым біздің тарихымыздың бір бөлшегі болып қалады. Мен оның өзіне сондай отбасына алғыс білдіремін. Біз Неймарға тек бар жақсылықтарды тілейміз, деп жеткізген екен ПСЖ-ның президенті.
Еске салсақ, Париждік клуб бразилиялық шабуылшыны 2017 жылы Барселонадан 222 миллион еуроға сатып алған болатын. Және бұл әлі күнге дейін футболдағы ең қымбат трансфер болып табылады. Романың сапында өнер көрсеткен жартылай қорғаушы Немanja Matic француздық Реннің жаңа ойыншысы атанды. Клубтың баспасөз қызметінде мәлімденгендей, трансфер сомасы 2 миллион еуроны құраған. Сербиялық футболшы мен француздық команда арасындағы жасалған келісім шарт 2025 жылдың жазына дейін негізделген. Футболшы Романың сапынан бас бапкер Жозе Мауриньомен арасындағы болған келіспеушілікке байланысты кетуге мәжбүр болған. 35 жастағы Матич итальяндық командада 2022 жылдың жазынан бері өнер көрсетті. Содан бері ол клубта 50 матчтың қатысушысы болған. Манчестер Сити Рен клубының бельгиялық жартылай қорғаушысы Жереми Докуды өз саптарына қосып алуға жақын. Ол жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес, ситилік ұжым футболшының ауысуы бойынша толықтай келісімге келуге жақын қалған. Трансфердің құны 60 миллион еуроны құрайды деп күтілуде. Жақын арада бельгиялық ойыншы медициналық тексерістерден өту үшін ағылшын еліне ұшып келеді деп күтілуде. Егер барлығы да дұрыс болатын болса, онда Доку ситилік командамен 2028 жылға дейінгі келісім шартқа отырмақ. Өткен маусымда франциялық клубтың сапында 35 ойынға қатысқан Жереми Доку 7 гол және 4 нәтижелі пасты еншілеген. Қазақстандық әмбебап футболшы Бахтиер Зайнутдинов түркиялық Бешикташтың сапына ресми түрде ауысты. Клубтың ресми сайтында мәлімденгендей, тараптар арасындағы жасалған келісім 2027 жылға дейін негізделген. Трансфердің сомасы бонустармен қосып есептегенде 5 миллион еуроны құрайды. Бешикташ үлкен клуб, және естігенімдей бұл Түркиядағы ең ескі клубтардың бірі. Осы жерде екеніме қуаныштымын. Бірінші кезекте бұл жерде ойнай алатынымды дәлелдегім келеді. Өз тарихымды осында қалдыруды қалаймын. Бейімделу жылдам өтеді деп ойлаймын, өйткені бұл жердің менталитеті қазақтікімен бірдей. Тағамдары да, адамдары да ұқсас, деп жеткізген екен Бахтиер Зайнутдинов. Айтып өтсек, жартылай қорғаушы мәскеулік ЦСКАның сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетті. Романың шабуылшысы Пауло Дибала Сауд Арабиялық команданы сапына ауысудан бас тартқандығын айтып мәлімдеді. Неліктен мен Сауд Арабия чемпионатына ауысудан бас тарттым? Себебі маған осы жерде жақсырақ. Бұл жерде маған бірден-бір ерекше үлгідегі көзқараспен қарайды. Демалыс кезінде мен Мауриньомен үнемі сөйлесумен болдым. Және екеуміздің де командаға қатты пайда әкелгіміз келетіні білінді. Алдыңғы маусымда маңызды мақсатқа жетуге жақын болған едік. Алайда бізде ащы сәтсіздіктің дәмі қалды, деген екен аргентиналық футболшы Кальчо Меркатоға жеткізген сұхбатында. Барселонаның қазіргі кездегі финанстық тұрғыдағы жағдайының қиын болғандығы соншалықты. Енді олар өздерінің жас ойыншыларына да үнемдеу шараларын қолдану қадамына көшкен, деп хабарлайды Релево баспасы. Біріншіден, клуб Ла Масиядағы жас ойыншыларына такси жалдауды тоқтатқан. Бұл ғана емес, сондай-ақ жас ойыншыларға тегін таңғы ас пен түскі астың берілуі де тоқтатылған екен. Айта кетерлігі, осы тоқтатылған нәрселер соңғы 25 жыл уақыт бойы еш кедергісіз жалғасып келген. Енді клубтың президенті Жоан Лапорта Барсаның негізгі құрамының жұлдызды ойыншыларының өз жалақыларын төмендетуге келісулерін көздеп отыр. Айта кетсек, каталондық ұжым 2020 жылдан бері қиын финанстық жағдайды бастан өткізіп келеді.